Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Грифер Дәулет. Бүгінгі видеода сіздерге Kenishka Craft сервердің обзор істейтін боламын. Бұл мини обзор сервердегі жаңа ойыншыларға арналған. Толық информацияны сіздер Telegram каналдан немесе создательден сұрасаңыздар болады. Түсінбеген жағдайларды комментарийге жазып білсеңіздер болады. Ең бірінші біз осындай спауннан шығамыз. Қамал средневековье стиль спаун. Және спауннан шыққанда бізде осындай қаланың замоктың алдынан шығамыз. Замоктың алдынан солға бұрылғанда бізде осындай моб ферма бар. Бұл моб фермадағы мысалы виндикаторды өлтірсеңіздер сіздерге тотем немесе изумруд, визерді өлтірсеңіздер сіздерге визер бір бәле береді. Блейзді огненный стержень, железный голем железо береді. Газды өлтірсеңіздер сіздерге слезогазды береді. Басқа да спавнерлерді осындай моб ферманы өздеріңізге салып болады. Спавнер деген команда арқылы, осы команда арқылы өздеріңіз жазып, өздеріңізге спавнер сатып алып, өздеріңіздің базаңыздарға қойсаңыздар болады. Келесі бізде мына жерде нихуя да жоқ, спавнда сіздерге дейін нихуя да жоқ басқа. Өйткені барлық командалар бізде инфо арқылы көре аласыздар. Бір команда арқылы басқа заттарды, мелочь заттарды анау-мынау қоспай, осы бірақ команда арқылы сервердің командаларын көрсеңіздер болады. Мысалы Донат алып серверді қолдап кет жазылып тұр. Спаунға оралу, варп, хом, тупа, кит, топ A, топтал, топкада майнер. Яғни топ ал, топ Т деген бұл серверде көп ойнаған ойыншылар шешеңнің амызар жатқаны. Майнер 3-3 қазу, данный момент осы видео шыққанда майнер істемейді, 3-3 қазу келесі обновлениеде де қосылуы мүмкін. Инфоның ішіне инфо қосылған, прикиньте. Шопка, гриферский магазин, шоп, магазин простой, тотемдер, шоп тотем, скупщиктің заттарын қазір бөлек айтатын болам. Магазин, егер сіз зелий магазин, зелий алғыларыңыз келсе шоп потион, кәдімгі обычный заттарды алғыңыз келсе шоп. Гриферский магазин деген бұл бізде руналар, шопка. Және бізде шопсет деген команда бар, жазылмапты. Шопсет деген команда бұл сеттерді сатып аласыздар шопсеттен. Яғни PvP наборлар. Паспорт, басқа игроктың даныларын көру, паспорт. Мысалы паспорт Дәулет деп жазсаңыздар, сервердегі менің даныларымды көре аласыздар. Қанша барын, қанша анау-мынау, оны қазір айтатын боламын. MyWarns деген ол өзінің ескертулерін көру. Толық ақпаратты Telegram каналдан көресіз. Яғни бұл командалар толық емес, өйткені негізгі командалар деп жазылған, сұрамаңыздар, өйткені IQ-лар төмені көп бұл жерде. Толық ақпаратты Telegram каналдан көретін боласыздар. Telegram каналда сервер туралы толық ақпарат жазылған, сол жақтан көре аласыздар. Бұл жерде сервердің барлық командалары жазылмаған, қайталап өтейін тупойларға. Мысалы Apple деген жоқ көріп отырмын. Apple деген бізде супер алмалар, сатып алып жерді басқанда сізде арнайы эффекті береді. Арнайы мүмкіндіктер, клан жүйесі, достарыңызбен топ құрыңыз. Шахтер 3-3 блок қазып тез дамы. Донат серверді қолдап кетіп арнайыға провердегі. Түсіндім. Қазір мен GM0 деп жазайын. Мен мысалы қазір болу керек. Мен қазір бір данжды лутать етіп келейін. Сосын сіздерге қайттан қосылатын боламын. Серверде мысалы сіздер осындай данждарды таба аласыздар. Осы бір данж, бұл жердің астында өзі бірақ данж, соны бірден тауып алдым. Бұл данжды лутать етпепті. Сіздер выживаниеде жүріп, серверде осындай заттарды тауып алсаңыздар, және луттарын скупщикке сата аласыздар. Мысалы картофель, хлеб, золото, анау-мынау.
барлығы дан жерде бар, яғни скупщикте не сатылады, барлығы осы жерде бар. Блядь, төбеге көтерілу керек қой. Так, железный мечтер тоже сатылады, бәрі сатылады мына жерде, по идее. Бұл заттарды өзіме алып қалмаймын, просто для теста. Чё-то орын жетпей қалайын деп тұр-ау деймін да. Так, мына жерде бізде тағы 2 тайник бар, әдейі жасырылынған. Так, бәрін алып алайын, бәрі сатылады, по идее. Зачарованный золотое яблоко да бар. Бұл простой лут, бұл жерде ешқандай. Бұл жерде тек бұл қана сатылмайды. Мынау жерде тек, по идее, мистик қана шықты, өйткені мистиктен золотое яблоко түседі. Бұл жерде незеретовый заттар жоқ, бұл легендарный сундук емес. Легендарный сундуктарда бұдан жақсы заттар шығады. Мысалы біз осы заттарды сатқымыз келсе, чатқа осы команданы жазамыз, sell. Сізде сатуға болатын заттар 238 штук зат бар, менде сатуға болатын. Бастапқы баға 15251. Сіздің жеңілдігіңіз 10%, жеңілдікпен $15093. Яблоко, изумруд, наковальня, ең қымбаты бұл жерде, по идее, бізде алмазный нагрудник 550. Я бізде алмазный нагрудник сияқты, бұл жерде ең қымбаты $550 тұрады бір штуга. Бұл жерде зачарованный заттар саналмайды. Сол үшін любой заттарды сата берсеңіздер болады. Ал зачарованный яблоконы зачарованный заттарды басқаша түрде сату керек болатын болады. Осы меню шыққаннан кейін бізде сату немесе шығу деген болады. Шығуды бассақ біз сатпайтын боламыз. Сатуды бассақ келесі менюға кіретін боламыз. Сатылатын заттар деп қайттан шықты. Жеңілдікпен 10%, жалпы баға $15088. Сатуды растайсыз ба? Я. Мен осы кезде $15088 таптым. Менде бәрі сатылды, көрдіңіздер ма? Бәрі сатылды. Чисто осындай даңыздарды тауып, серверде заттар сатсаңыздар болады. Және де жаңағы маба фермада заттарды сатып, сол заттарды, мысалы, изумруд, тағы да басқа заттарды сата аласыздар. Ең қымбаты звезда незері болып саналады. $800 ма, сондай тұрады, по идее. Хуй істеймін, 8 минут өтіпті ғой, ебайт. Ешкім көрмейді, по идее, осы жерге. Пошел нахуй бәріңе, пиздес шарсыңдар, ебайт, нахуй.